желтоқсанның 6 күнгі кешкі ақшам зікірінен келген хабар жайлаймыз. Бір өзеннің жағасында біресе крокодил қоқса қалады, және итке ұқсайды, ана су ішіп жатыр. Сөйсе ішінде де және бір-екі аң бар екен да, жыртқыш аңдар. Су ішіп жатыр екен, сонда ауыздың ішінде және ауыздар басқа жыртқыш аңдардың. Қазіргі заман шонжарларының бейнесі дейді. Сондай. Қазіргі заман шонжарлар, сол крокодил, сол жыртқыш аңдар бейнеленеді. Яғни олар ертең ол деген тозақтық болған несі, тозақта мына нәсіл деген, біз айтамыз ғой, мына нәсіл деген, соны нәсілді Лұқман сүресінде айтқан, балам дейді, ол қандай не болсын, мейлі тас болсын, мейлі қайда болсын, Алла оны келтіреді дегенде, нәсілді келтіреді. Адам қалай жоғалмайды, нәсілге айналдырады. Ана азған кезде нәсіл қайтады. Сосын ол нәсіл қайда? Сендерді білмейтін өмірге жіберем дейді да. Білмейтін өмір. Ол дұрыс болса, сен құсқа барасың. Ал енді сенің мінезің анау сондай жыртқышты, қазір хайуан сияқты ғой енді, олардың бәрі шонжарлар. Өз қалпын тонап жатыр, Абай Шәкерімін соттап жатырны. Енді олар осындай крокодил сондайға жібереді, нәсіл. Анау аңдарды қозғап тұрған нәсілдер. Міне нәсілдің құпиясы сонда тұрған 19 сан тозақ дегеннің өзі, осын ешкім шешпегенде, оны қазір сендер мінекей, бізде оны әйелдер шешіп жатыр, таңбаменен. Оның отырған еркектерге намыс жоқ. Ертең бәрі бұның бәрі жазылады ғой. Бұның бәрі үлкен шығады, ақпарат қойның бәрі. Бұл жоғалмайды енді. Бұл не? Халықтың, қазақтың бұл несі, қазынасы, рухани байлығы деген осы. Ал нарға. Сосын андай арқасы бар адам деп айтамыз ғой. Сонда олардың кеудесінде екі тоғалшаның қиылысуы болады екен да. Сонда андай бірдеге дұрыс демесе қысады екен, бұлай бүйтіп, мойын жағын қыс. Иә, екі тоғалша болады екен. Бұлай екеу бүйтіп неткен кезде мойнын қысады екен. Соны арқасы бар адам деп кеңес сөйтіп айтамыз ғой. Сондай осындай бір не болады екен. Ардан аттама, жазым боласың. Биязылықтың үлгісі бол. Ой қуаттылығы ақылға ұштасады деп келді. Ескілерден ізде деп солай түсті. Ақыл алыпта дейді, мына ой дегенді, мына қазақта ой жетті берейді да. Алды ақылды түгелдеме, ешқашанда ой, ол толжанбай, сана дегенді қазір мазақ қылды ғой оны. Сана, не дейді тағы, орыс құл деп, осылардың бәріне, мына сөзді адыруш әбілістің жағыматтары ма, қалайда басқа ұғымға айналдырып жіберу. Енді алты ақыл түгелдеме, алты ақыл қалай түгелденеді? Енді алты ақыл ол енді жетемен түгелденеді. Жете, ең соң нәтижесі. Жете, сенің мынау есте сақтау қабілетінің барлығы, сен деген ақпараттардың жоғалмасын, сосын бәрі ата-баба әруақтарының арқылы не қылады. Сол Құранда ашық берген. Сендер көрсетеді дегенде, керек кезінде көрсетеді, керек кезінде сол ақыл саған жұмсатып отырады. Ақылды сен өткізіп қоясың. Ана әке-шешеңе тапқан тайынғанды әкеліп бересің ғой. Бұл ақыреттің өмірде сондай. Сен ата-анаңа тапқан таңған бүкіл неңді, сонда өліге иман бер дейді. Өліге иман бер дейді. Тіріге берекетіңді. Сонда иман сенде сақталмайды. Иманның қуаты өліде тұрады, білімі. Иман деген ақылдың білімі ғой сол. Осылай, міне осы қазақта тұр. Ал осын енді, Назарбаев билігі, Масимовтер мазақтатып отыр қазақта, Абай Шәкәрімін. Қазақтар енді оянады. Енді оянады, Абай түсіне бастаған кезде, сол кезде ғар түсінеді. Бізді кім басқарған? Алғай крокодилдермен жаңағыдай жыртқыштар басқарған деп. Ол білегі осы қазір дәлденіп ашылады. Аланыр. Бір туннелі көрінді, ішінде кәдімгі пойыз жол жатыр. Соның арғы жағынан, мен бер жағында тұрмын, күлгін түсті бір не келіп, қатты қарқынменен солай жоғарға қарай шашырап көтерілді. Бұл секілді болады, сондай секілді болып солай көтерілді. Сондай нәрсе көрдім. Соның қуыққа дем түсті бүгін зікірде. Содан кейін андай сөз келді, қауіп ойнайтындар, қалай түсіндірсем екен, бір спорттың түрі деп қазір бір өте қауіпті нелермен айналысады ғой, бір күреседі ғой, бір өлтіруге дейін баратын, сосын бір ережесі жекпе-жектер бар. Ережесі жекпе-жек, сосын кейін жоғарыдан секіру секілді, бір балдарға бір неден аяқтарының астында бір самокат сияқты бірден келер қойып, солардың бәріне сондай қауіпті ойындар көрсетіп жіберді, соларға қауіп болады деп сондай түсірді, сондай келді.
Сосын бір көпірді көрсетті де, соның астында бір сазан балық қыстырылып тұрды, біразға дейін нете алмай, сосын әрмен қарай өтіп кетті. Ол енді қалай екен, сондай. Сосын кешеде осы бір көрініс келді, бүгін соны қайталап көрсетіп тұр. Аркасы бар осындай мост көрсетіп тұр. Менің осы Астана деп ойладым. Сол жолдардағы біздің өзіміздің көліктерге ұқсап тұр, Астанаға ұқсап тұр. Аркасы бар бір мост, сол жерде бір кішкене апат көрсетіп тұр. Жол апат. Енді сол жаңа ол күлгін не өзі деген ол көңілмен байланысты соны Абай атамыз айтқан, оны сұрғылт дейді. Неге? Сұрланып жігіт жылайды дейді. Жылама, әйелдерде опа жоқ дейді да. Ана әйелді мінез болмадың да көңілдің. Жылама, белді бұл, үйге қайт деп. Соны шешкен ешкім жоқ та, қарап отырсаң Абай атам осындай құран ғой мінеке көңілдегі. Сұрғылт, мынау сол сенің жас кезіңнен бері бүкіл ғана сол нәрсе жиналып та, енді сол ғана шыққан көрсетіп жатыр да. Сол сенің опалдығың, сол сенің жаңа бүкілнің соның бәрін Алла тағала сол кешірген кезде соны өзіне алады. Бір неге оны өзіне алғанда, оны алады да басқа біреуге. Көп қой қазір енді ата жолын сектада жүретін, соларға қарай осады да. Олар соны Құранда ашық айтқан, өздерінің адастырғандарының жүгін аласыңдар деген. Күнәні алмайды. Ол күнәң сенің ол бөлек нәрсе. Күнәні әр адам өзі ақталады, я болмаса ақырет қала кетеді. Ал жүгіңді ол жүк деген қаяқтан пайда болады? Жүк дегенді Құранда айтқан, жүк дегені ол білімсіз не дегенде залым. Оны адамдар жүктелді деген. Ол біздің имансыздығымыз. Ол ата-бабамыздан келе жатқан имансыздық істердің бәрі сол жүкке айнала береді. Сосын оған өзіміздің имансыздығымыз қосамыз да баламызға береміз. Жүк деген сол, өйткені ол қуат тұрған. Оны меңгеру керек. Осыны ана Азырата бөлінді, күнә бөлек, жүк бөлек. Ал сол жүкті енді бұның бір несі Алланың үресі мына аударуға болады. Ол ауру сияқты нәрсе. Жүк деген ана ауру болады адамға. Сондай бір ерекше өзінің бір белгісі болады. Ана тұқым қуалайды дейді ғой. Неге тұқым қуалайды ана? Сондай нәрсе. Сол жүк, мына шизофрения деген бар, ол жүк. Ол не емес ол. Негізі ол жүк. Ол ана қайтады ғой, жап-жас жүрген ол қалай ауырады дейді. Шизофрения сондай ауыратыны, тұқым қуалайтын ол жүк. Ол жүкке жатады. Ол неге жатпайды? Күнә ол әр адам жеке болады. Себебі ол күнәға жататын болса, сен ата-бабаң күнәсін саған көтеріп қалай болады? Адам жүктен ауырады, ата-бабадан келатқан жүктен сондай ауыр табады. Ал Сарыбай ата белгісімен келді. Сабырлық салып тұр, осы айдың несі, мынау құрбандықтың аруақтан келу жайымыз деп тұр, сабырлықпен шығу деп. Сосын үлкен кісілер отырды, құнды жағалы, тондары қара, бірақ та бастары ешкеге ұқсайды, текеге ұқсайды, әтешке ұқсайды. Сосын былай түсті де, қазіргі үкіметтің ойлау қабілеті деп түсті. Малмен салыстырып. Сосын осы ортада малмен салыстырғанда ол мал емес, мал деген ол биржа, мал дегенде сәжесі болады. Мен сол малды айтам деп, сен малды айттың деп қана кешіп соны болды. Малда сәжесі болады. Мал бізден артық көп жағдайда. Сиыр ешқашанда ол мына ешқандай не ол міндеттің өзін орындайды. Адамдарға сүт беру. Ол қандай болсын, қалды малда сол адамдарға қызмет жасайды да. Енді егер сондай малдық деңгейде болатын болса, ел билік халыққа қызмет жасар еді да, міндетін орындайды. Олар хайуан дейді. Ана ғылымсыз адам хайуан дейді. Халықты жеп тонау хайуан деген сол ғой. Барады да кез келген тұс табылады да жейді, өзінің оған. Міне оны хайуандық дейді. Оны Абай атамыз айтып кеткен, Шәкірім атамыз айтып кеткен. Оны мынау Яссауи бабамыздан бәрі айтып келе жатқан нәрсе. Сонда ашықтан айту керек, оны күлтектеудің қажеті жоқ. Сосын осы орданың есігі бар екен, сол есіктен нұр шашылды. Ағарып орданың іші нұрланды бүгін. Енді ол да енді әйтеуір үзбей, зікірді үзбей ватқасын әрине енді бір қуат қосып ат, жаңа кеше 300 герц деп түсті ғой. Кеше мына зікірдің қазір 300 герцке жетті, 700-ге жету керек дейді. Сонда 700-ге жеткенге бүкіл әлем шарлайды. Онда есептеп көреміз, сонда енді оған енді мен тек қана бұл маған байланысты емес, осы мінекей аманбайларға, сендердің көбірек ақпарат шығаруға байланысты. Міне қазір жалған ақпарат алып жатсыңдар ма? Сол зікір күшейіп жатыр. Келген сөзбен күшейеді, келген ақпаратпен күшейеді.
соған бүкіл жабылу керек, үйінде болсын, бәрін әйтеуір ақпарат шығару керек, сонда ол зікір соған қосыла береді. Айналып келгенде сол біріменен жалғанып тұр ғой. Аманбай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе үлкен КАМАЗ жүк көлігі, тигач дейміз, әскери БТР тартып атқан соны көрсетті. Содан кейінгі көрген көрініс Тараз қаласында, сосын мынау Чымкент, Қызылорда облыстарында арпа қардың астында өсіп атқан. Арпа өсіпті, бірақ үстерінде қар жатыр. Сондай көріністі. Иә, ол екі түрлі жағдай. Ол жердің қуаттануы болады да, жер қуат болған кезде, ол сен суыққа қарамайды, қандай қардың астынан гүл шығады ғой. Сондай ол жердің қуатына байланысты ол дегенге. Я болмаса, ол енді біз білмейтін хикмет, Алланың хикметі. Содан кейінгі көрген көріністе Теміртауды көрсетеді. Теміртауда мынау пеш, темір балқытатын пештер, соның біреу істен шығады, апат. Апат болады. Иә, оны сұрағанда не деді? Жаңартылмаған, енді сол жаңартылмағанға анау пештің өзінің нелері көне тозғанға келтірді. Содан кейін Қарағанды өңірінде бір неден шахтада да бір сынақтар болады, апаттың сондай. Осының бәрі неден байлады? Жекеменшіктен алғанына, жекеменшік алғандарда иман жоқ, олар көбірек ақша тапқысы келеді, халықтың жағдайы түгел тұрғаннан өздігіне соны асырап отқан зауытты сол уақытылы ауыстырып, одан ақша жұмсағысы келмейді. Мен содан пайда болады. Осы міне ел биліктің, осы Назарбаевтың саясатының осында енді күйреп жатыр деген сөз да міне. Әркімге жекеменшікке бергеннен осында енді ақыры зияны бүкіл мемлекетке тиіп жатыр. Павлодар өңірінде көмір шығады деді. Бір сапалы, өте жақсы бір көмір шығады. Өткенде түскен көмір шығады деп, сосын Омск, Новосибирскіде ауа райының несінен көп халыққа не келіп жатыр, зиян келіп жатыр. Көп мынау көлік апаты көп болады. Мына Новосибирск менен Омскіде өткені мына құбылмалы ауа райы несінен соны көрсетіп жатыр. Содан кейінгі мынау Москвада су көтеріледі. Оны неткен кезде мынау жасырын ба, мынау недегі қаланың суын өзенге ағызады екен да. Жасырын, сондай. Соған сынақ түседі да, сол су көтеріледі, сондай. Соны көрсетіп жатыр. Осындай нелер бүгінгі. Дұрыс, енді мына қазір осы қиямет несіне орыс мемлекеті міндетті түрде бізбен бірге қиналып жатыр. Олар түсініп жатқан жоқ. Себебі бізбен кіндік десеген осыдан көрінеді да. Әлем бойынша Россия мен Қазақстан бірінші орында осыны халық білсін. Бірінші орында асылып өзіне қол салудан. Еркектерден Россия бірінші орында, әйелдерден Қазақстан бірінші орында. Еркектерден біз екінші орынға түсіп қалғанбыз. Оның мәнісі неге? Орыстың бізге жиен деген содан шығады да. Осы әлем бойынша Россия мен Қазақстанда неге өзіне қол салу, бірінші орында тұр дегенде, соны сұрақты неге жұрт қойып көрмейді да? Неге? Осының өзінде де мән бар. Демек, орыстар енді олар амал жоқ осы ата жолына келіп, қазақ тілін сөйлеп қана бұдан құтылады. Басқа жол жоқ. Осыған әкеп тақап тұрын Алла тағала. Ал қабыл болсын. Желтоқсанның 8-і таңғы зікір. Ордаға қобланды батыр келді, найзасымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Халықтың көңіліне алаңдау кірді. Бұл жақсы емес. Байынан жерген қатындай қиюын таппайтын бір істің басталғанының белгісі. Бұл қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың бет бейнесін көрсетеді. Алла тағала әр заманда да құлын сынайды. Сол сынақтың үстінде тұрсын. Адамның өмірі жақсарса да көңілі ол жақсылық пен байлыққа толмайды.
батыста аш жалаңаш ешкім жоқ еді, сонда да аранын аша берді. Алла тағала қаһарын төкті, мал қырылды, жұт белгісі болды. Әлі де кеш емес, тәубеге келсең, Алла тағала кешірімді, мейірімді, Алла берекетімен байлығын еселеп бере қояды. Осының барлығына тек сенетін бол, сенгенде де жан жүрегіңмен сенетін бол. Менің заманымда адамдар тек Алланың бұйрығымен өмір сүретін. Сондықтан жоқ болса да, бар болса да Аллаға тәуекел қылатын. Өйткені Алла сені үнемі сынағын алады. Мұны еш уақытта ойыңнан шығарма. Бұл өмір сынақ, ал сынақтан өту үшін амал керек деп кетті Қобыланды батыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайықты 10 желтоқсан жайнақ ауылы Арыстан Бабата ордасы таң намазынан кейін зікір зікірде сол көріністі көрсетті. Құдайдың құдіретінің шексіздігі. Адамда Құдайдың шексіз құдіретінің сипаттары бар екендігі. Аспаннан нұр төгіліп, сол адамзат сол нұрға бөлініп, адамның аққа да қараға да қабілеті зор екендігі. Соның ішінде аққа жақын болып, Құдайдың бізге беріп қойған мүмкіндігі осы ата жолы, әруақ жол арқылы адамзат тазарынып, ақталып, нұрға шомылып, адамның ұшатындай қабілетке жететіндей мүмкіндігі бар екенін көрсетті. Соның сыртында қазақи аспаптарында үн тұрғанын, Құданың үніне адамзат жалғануы, адамның өзінің ішкі жан дүниесімен Құдай үніне жалғанып, тазарынып, ақталып, соның сыртында бүкіл Құдай сипаттарымен үлкен дәрежеге, қабілеттерге жетіп, соның сыртында рухани азық іздеу. Дүние қоңыздық емес, Құранды көбірек оқып, зікір арқылы, Құран арқылы, Құранды оқып, рухани ізденіс арқылы адамның мүмкіндігі күшейіп көтеріліп, өзіміздің ата жол, әруақ жол арқылы ол өзіміздің ата салт дәстүріміз. Зікірде келген ақпаратта ескерту түсіп отыр. Қазақ ата салт дәстүріміз бойынша әр шаңырақты не бейсенбі, не жұма күндері майысын шығарып отыру керек екендігі ұмыт болмасын. Әруақ алақтан жайып, әр шаңыраққа өз шаңырақтың отбасының әруақтары Құран дәметіп келеді екен. Сол ескертіп отыр, ұмыт болып бара жатыр деп. Көбісі мән бермейді, уақытым жоқ деп айтады, бірақ олай ақтауға болмайды. Содан кейін келген ақпарат былай келді. Сор маңдай деп жүрмей, тағдырыңды тазарту. Тірлікте атқарған іс-әрекетің ақыретте жемісің. Құдайдан берілген несібеңді теру жеу міндетің. Таршылық қаралық ықпалы. Тура жолға тұрып көпір салу сауабың. Қара күшке тосқауыл ниет амалың. Азғындыққа апарар жол ол күмәнің. Таусылып сөйлеме сұрауы бар. Ер мінезді дегенің ерлікке апарар. Кеш жарық. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі желтоқсан айының 10-шы жұлдызындағы кешкі ақшам зікірінен хабар. Дұрыс апа. Қайырлы кеш. Бүгінгі 10-шы желтоқсан күнгі кешкі зікірде көрген азғантай көңіс. Даусыңыз шығарыңыз. Бір азамат ер адамды көрдім. Үстінде қысқа пальто, жағасы аңның терісінен жасалған сияқты, бірақ бір жағында бар, бір жағында жоқ. Сонда кетіп тұрған ер адам. Қабыл болсын, енді бұл сізбен байланысты ғой, енді сіздің. Қабыл болсын, Алтын апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Осындай көрініс болды. Орысша столды көрсетіп тұр. Сол столдың үстінде сурет тұр. Ертедегі суреттер болды ғой. Төртпішті, ортасы дөңгелек. Сонда дөңгелектің ішінде әйелдің суреті болды. Ертедегі бір орыстың, бір бай әйелдің мынандай ақ көйлекте 19 ғасырда мынандай шаштарды жиналды ғой, солай. Сондай прическа болды, шашы сондай болды. Жері ашық, сондай әдемі бір көрініп тұр, не бай Шонжарлардың сондай болған әдемі сұлу әдемі әйелді көрсетті. Сосын домбыраны көрсетті, домбыра көрдім. Сосын бір атаны көрсетті, неде, түктір атама дедім. Сақалы бар, осындай не түскен.
сөйтіп көрдім. Сосын таңғы зікірдің несін айтып кетейін. Иә, айта беріңіз. Әскери кемені көрсетті таңғы зікірде. Сосын сол кемеде қатарынан нелер тұр екен, пушкалар ертедегі көне. Солар бәрі атып атыр. Сондай көрдім. Сосын екіншіден мынандай әскери кемелерді батыратын не бар ғой, миналар. Сондай дөңгелек шеттерінде нелері бар. Ұзын-ұзын сымдар, сымсақ. Соны көрсетті. Сосын ертедегі біздің ата-бабаларымыздың қаласын көрсетті. Мынандай биік қабырғалар. Сондай қала деп, қабырғасы биік, бұлай қарап тұрып, өте биік екен. Сондай көрсетті. Жақсы, қабыл болсын. Бірінші жұлдызы таң намаздан зікірі Қытайда ордасынан мен көп көріп деп айтпай, кішігірек болса да енді не жаңағы бір борап тұрған боран көрдім. Боранның ішінде жаңағы тыңсылап ұлыған, көк шығарған бір 20-30 шақты сондай қасқырды көрдім, топырлаған. Соны мен түсінбеймін, бір кезде желдің бәрі басылды да қараймын, ішінде ортасында бір үлкен қоңыр аю тұрды. Бірақ қоңыр аю солармен бірге жүр. Қоңыр аю тұрып тұр, адам сияқты бүйтіп тұрып тұр. Жан-жағына қарап былай. Одан кейін ол өте береді, бір ат жылқыны көрдім. Сосын жылқыны көріп, ол жылқының өзі ғой деп кетейін деп отқан едім, жоқ қайда екенін білмеймін. Төбеден келіп бір адам жылқының үстіне келіп ұшып келіп қонды да. Қанаты бар ма, сондай періште сияқты жылқының үстіне келіп қонды. Сосын жаңағы одан кейін бері жүргенде бір адам кетіп бара жатыр да, бір адам кетіп бара жатыр. Қарап көріп тұрмын, бір қасқыр жүгіріп келді соған. Жүгіріп келе берді жаңа. Жанына жеткен кезде қолын бүйтіп қойып, анау қаңсылап та қасқыр. Сөйтті де қасқыр аса таяққа айналып кетті де жаңа. Анау адам ұстап алды, жайлап кетіп бара жатыр үлкен кісі. Бұл ертекте бір қасиет ұстаған адамдардың бір шығарда ойлады. Осы кішігірім осы күн бойы. Қайырлы таң. Азғантай таңғы зікірді көрген азғантай көрінсін. Ақ Орынбек көрінді. Сол Ақ Орынбек теңізде қарайып ұшып кетті. Жақсы, қабыл болсын. Желтоқсанның 8-і кешкі зікір. Ордаға Лұт пайғамбар келді. Аса таяғымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Маған пайғамбарлық берілгенде қауымым мені мазақ қылды. Сенгендер, иман келтіргендер өте аз болды. Белімнен шыққан қыздарым маған сенім білдіргенде, әйелім қойнымдағы жылан болды. Пайғамбар болсам да жүрегіне иман ұялата алмадым. Мұндай жағдай өмірде әлі де жалғасын тауып жатыр. Ата жолдықтар да осы жағдайды басынан кешіріп жатыр. Ерлі-зайыптының мақсаты мен мүддесі бір жерден шықпаған соң өте қиын. Әсіресе әйел жақ қоғамды артқа тартып тұр. Қыз-келіншектерге қарасаң, өзің ұяласың. Беті толған бес батпан бояу, қас қырылған, кірпік жапсырылған, ерін дүрдеген, Алланың жаратқанына қарсылық танытып, өзіңді өзің тозаққа дайындап жатырсың. Омырауын жапқанның орнына оны үлкейтіп ашып тастады. Қазірше ойына келген істей тұрсын. Ертең оларды періштелер қолға алады. Қолымен істегенді мойнымен көтереді. Оларды тозақтың ең төменгі, ең азабы күтіп тұр деп кетті Лұт пайғамбар.